Өзіміз отырып, шай ішейік. Сәлем достар, менің атым Күнекей Нұрлан, қаржылық кеңесшімін. YouTube арнамдағы шай ішейік рубрикасына қош келіпсіздер. Бұл біздің қазақша рубрикамыздың бірінші видеосы болып келеді. Сол себепті өзімді таныстырып өтейін. Менің атым Күнекей Нұрлан, мен қаржылық кеңесшімін. Күнекей деген атым қазақтың күн астындағы Күнекей атты ертегісіне қызығып, өзіме осындай лақап атты таңдап алған болатым. Нұрлан деген бұл менің тегім болып келеді. Бұқаралық ақпарат көздерінде, Instagram, YouTube парақшасында өзімді Күнекей Нұрлан деп таныстырып жүремін. Мен қаржыгер ретінде 17 жылдық тәжірибем бар. Оның ішінде 13 жыл банк саласында қызмет еткен болатымын. 2008 жылы университетті бітіргеннен кейін Алматыға келіп банкқа орналасқан болатымын. Сол кездерде 2000 жылдары университетке оқып жүргенде, студент болған кезде банкте жұмыс істеу сондай бір престижный, жақсы бір мақсат ретінде қарастыратынбыз. Бірақ 2008 жылы ипотекалық кризис туындап, бұл халықаралық кризис болды, естеріңізде болса, менің алғашқы қадамдарым, тәжірибем, жұмысым осындай кризис жағдайынан басталып кетті. Әрине, бұның өзінің оң жағы да бар, себебі маман ретінде неше түрлі жағдайлармен кездестік. Банк саласында жұмыс істеу өте қиын болды. Қазіргі таңда сол мен жұмыс істеген Казкоммерцбанк, БТА, Диакредит банктары жұмыс істемейді. Жартысы банкротқа ұшырап кетті, жартысы жабылып қалды. Ал соңғы жұмыс істеген банкым Каспийбанк болып келеді. Каспийбанкта жұмыс істеу маған өте ұнады. Менің көзқарасым өмірге деген, мамандығыма деген, тіпті мақсатыма деген көзқарасым толыққанды өзгерген болатын. Сол Каспий KZ-тің арқасында мен өзімнің жеке кәсібімді ашу туралы ой туындап, Каспийден кеткеннен кейін өзімнің жеке кәсібімді ашып, консалтинг компаниясын ашқан болатым. Менің консалтинг компаниямда біз бухгалтерлік, салық жағынан аутсорс жүргіземіз, және де қаржылық сүйемелдеу, финансовое сопровождение, қаржылық модель жасау, және де басқарушы есеп, управленческий учет, және де басқа қызметтерді атқарып, біз кіші бизнеске, ірі бизнеске, жеке тұлғаларға, ИП, МСБ, КБ сияқты басқа осы заңды тұлғаларға көмектесумен айналысқан болатынбыз. Қазіргі кезде біз қаржылық кеңес жағынан жеке тұлғаларға және де заңды тұлғаларға қызмет атқарамыз. Сонымен қатар банк саласында жұмыс істеп жүрген кезде өзімді енді шығармашылығы жағынан, шығармашылық шабытым туындап, хобби ретінде Instagram парақшамды ашып, 2017 жылы жай ғана өзімнің бір кішігірім парақшамды ашқан болатым. Ол кезде менің парақшамды көбінесе туыстарым, әріптестерім, достарым қарайтын, бірақ кейін Instagram парақшам қарқынды дамып, көптеген блогерлармен танысып, видеограф, фотографтармен танысып, Алматыдағы жиындарға жүріп, өзімнің блогер ретінде қарастыру туралы ойлар да туындаған болатын. 2019 жылы Күнекей Finance деген жеке Instagram парақшамды ашып, ол парақшада тек қана қаржылық сауаттылыққа байланысты сұрақтарды көрсете бастадым. Сторис, пост жаздым, көптеген рилстар да жасап жүрдік қазіргі кезде. Ондағы менің қаржылық кеңестерім жеке тұлғаларға өзінің қаржылық сауат деңгейін арттыруға көмектесетін болатын. Сол Күнекей Finance парақшамның арқасында мен ары қарай YouTube арнамды дамытқым келіп, осындай шай ішейік деген рубриканы қазір тамашалап отырсыздар. Бұл рубрика қазақ тілінде бірінші рет шығып отыр. Негізі қазақша контент, қазақша YouTube, Instagram жасау өте қиын келеді. Себебі қазақша материалдар да тапшы, және де көбінесе менің аудиториям орыс тілді болғандықтан, сіздердің қазақша осындай контентімді қолдау ретінде лайк, коммент, репост, және өзіңіздің Instagram парақшаңыз болсын, немесе де қандай да бір WhatsApp, Telegram болсын, сілтемелермен бөлісіп отырсаңыздар, сіздер үлкен үлес қосасыз. Ал егер осы рубрикада қандай да бір қосымша тақырыптарды қарастыр десеңіздер, осы видеоның астындағы комментарийға жазып өтіңіздер. Өзіме келетін болсам, мен негізі тұрмыс құрған 12 жыл, енеммен тұрамын. Бұл да әрине менің жеке және отбасылық қаржыма әсерін тигізді. Бұны алда келетін рубрикаларда талқылайтын боламыз. Өзіміз отырып, шай ішейік.